tez çekiniz. Bugün sayıspasa kaşanı tozamız. Korşaldı mısındır? Kes! Saraydan bizimdir! Kes! Bolundan! Kes bolundan! Tüh! Kavga etsinler! Kes! Kes sevgilimden! Sevgilimden! Tüh! Kes sevgilimden! Tüh! Qanday ekan? Ағаның жағдайы қандай? Әгір толағай есінәлі жимада. Сабырламаңдар, жақсырақ дем алсын. Сабырламаңдар дедім ғой. Жақсырақ дем алсын ол кісі. Емдеуге болмай ма? Емдеп жазуға болатын шығар. Сол айтам. Әсілі, өзім баруға тиістедім. Ағайды арандатып алғанды қарашы. Пақырыңыздың өзегін өкініш өртеп барады. Улы жебекен. Тірі қалмайтын ұқсаймын. Аға, Өлсем де көзім жұмылмай кететін болды. Арт жаққа алаңдай беремін. аға айтпай-ақ қойыңыз. Дәріңізді ішіңізші. Көп өтпей сауығып кетесіз.
Önem. Patçalık ben ildisi oyun var mıydı?江山飞花美如画，豪杰壮士影叠叠，侠义如酒浓于酒，男儿芳影情烈烈。江山飞花美如画，豪杰壮士影叠叠，侠义如酒浓于酒，男儿芳影情烈。 Әділетшіл ағай! Әділетшіл ағай! Әділетшіл ағай! Тәңіртол ағайдың қызы өрлеп, сіздің атыңызды атап, келелісті тапсырамын деп сандырақтап жатыр. Тез болыңыз. Аға, аға, мен міне қасыңызға келдім. Menin dem tuzum. Tavsıladın siyaktı. Ayavlanımda. Bahtır bağırlaslarımda kıymayı şatırman. Аға, сіз мені құтқарып, Яңшанға әкелгеннен кейін өзіңізбен туған аға інідей болып кеттім. Қандай сөзіңіз болса да айта беріңіз. Bir isti tapsırayın. Men ölgün sonra suyuğumda Yangshan obasına şerlegeysin. Sen derdin gündüz tüne kaslarında bulayın. Ne Qosılmaysın ba? Аға, аға, Яңшан қанша кең болса да, ағайдың аруағы бұл араға сыймас бекен. Ағайдың дүниеге көз қызартпай, әділет үшін өзін арнаған шұғылалы тарихын кейінгі ұрпақ қарақшылықпен өтті деп қалмау керек қой. Sen Аға, ренжімеңіз. Егер артық айтсам кешіріңіз. Жаман ініңіздің де ойлағаны Яңшан қопасының қамы. Жаман ініңіз өзіңізден бір істің жөнін сұрамақшы. Егер елдікке қайтпасақ, Яңшанның басқа шығар жолы бар ма? Sen Аға, sen аға.
雄的父梦。Ağa, meni taslap keti görmüyorsunuz. Ramanınız aytarın el aytıp bolgan çok. Ağa. Tengir Tolagay, aytarınız bolsa, ayta beriniz. Ağa, ne aytarınız var? Ayağılan ilerim. Sağ olunlar. Meni atıp öldürgün adamdı kim istasa. Sol Liangshen'nin kocası olsun. Соңяңнан бастап тау бекінісіндегі барлық атамандар қаралық белгісін тақты. Кіші сарбаздар мен атармандар да қаралық орамалын байлады. Әлгі улы жебе табыттың алдына қойылды. Бекіністің ішіне қаралы тулар ілініп, Тәңір Толағайдың артқысы жөнелтілді. Ağa, қалайша ертаттандыңыз? Ляншан қопасының ұлысы орындалмады.
болашағы белгіленген жоқ. Аға, туылмақ өлмек жазмыштан дегені. Аға, сабыр сақтап, үлкен істі ойлаңыз. Бекінісіміз бассыз болса болмайды. Солай аға. Батырлар! Тәңір толағай дүние салды. Бірақ бекінісіміздің жұмыстары басқарусыз қалса болама. Төңіректің төрт бұрышы Сұңжан ағайдың ардақтатына қанық. Мен ағайдың бекініс бастығы болуын тілеймін. Барлық батырлар сіздің әміріңізде болады. Атқан оқ, сілтеген қолыңыз боламыз! Атқан оқ, сілтеген қолыңыз боламыз! Тәңір толағай көз жұмарда Шылыңғыңды кім ұстаса, сол Ляңшан қопасының қожасы болсын деп, жебе сындырып өсиет еткен еді. Ол кісінің топырағы жасырылмай жатып, өсиетін қалай ұмытамыз? Мен Сұңжан ағайдың өшін алып, кегін қайтармай жатып, орнына қалай отыра қалмақпын? Аға, Тәңір толағай жебе сындырып өсиет айтқаны мен, әлгінеме, әлі ұсталған жоқ. Бекініс қайтып иесіз тұралады. Бұл орынға отыруға қол астыңыздағы мына інілеріңіздің қайсысының батылы барады. Аға, уақытша болса да отыра тұрсаңыз, кейінгісін тағы көрерміз. Ақылшының айтқаны орында. Ағай, уақытша болса да отыра тұруға мархабат етіңіз. Ағай, уақытша отыра тұрыңыз! Іс осылай болған екен. Бұл орынға мен уақытты отырай. Кейін, Шылыңғыңды ұстаған соң, кім екеніне, орнының қандай болуына қарамай, бұл орынға сол адам отырады. Мен қосылмай тұрғаным жоқ, ағайдың өсиет екен. Бұра тартуға келмейді. Ой, әділетшіл ағай, созбақтай бермеңіз. Ляңшан қопасының қожайыны болмаймын деген сөзді айтпаңыз. Оны қойып, Сұң патшалығының патшасы болсаңыз не тұр екен? Қара жойт не оттап тұрсың? Тіліңді кесіп алайын ба? Ейкей! Аға, оған ашу шақырып қайтесіз. Аға, ертерек орныңызға отырып, үлкен істің үдесінен шығу жағын қарастырыңыз. Ертерек орныңызға отырып, үлкен істің үдесінен шығыңыз! Зыңтау қаласы Шауғай ағайдың түбіне жетті. Біз онымен өліспей, бітіспей Зыңтау қаласын ат тұяғымен таптап, Шылыңғыңды тірістауымыз керек. Зыңтау қаласын ат тұяғымен таптап,
Аға, болмайды. Ақылшы, бұл сөзді қалай айттың? Немене, сонда Тәңір Толағай ағайдың кегін алмаймыз ба? Ол кісінің кегін сөзсіз аламыз. Аға, қарайған қалықта қаралы күндерде бет алды іс қылмайды ғой. Тәңір Толағай тауымыздың қожайыны тұрса, соңғы жұмыстарына жеңіл қарасақ болмас. Ақылшының ойы... Алдымен Шауғай ағайдың сүйегін жөнелтіп, ол кісіге 100 күн толып, азалы күн аяқтаған соң Сыңту қаласына шабуыл жасамаймыз ба? Ақылшының ойы орынды. Бұйрығымды жеткізіңдер. Бүгіннен бастап бекінісіміз Тәңір Толағай ағайға 100 күндік аза тұтады. Тәңір Толағайдың ол дүниелік болғанына кімнің көңілі жай тауып жүр дейсіз. Бірақ ағай, қанша уақыт бас ұрсаңыз да, ол кісі енді қайтып келмейді. Жалғасты жүгінемін десеңіз, мен сізбен бірге жүгінуге разымын. Қанша уақыт жүгінсеңіз де, қасыңызда отырамын. Егер бұған көңіліңіз толмаса, Леңшандағы бауырластарды түгел жиып келіп, бірге жүгіндіремін. Ағай ұқсас. Тамақ ішпей, нәр татпай. Дәрменіміз кеткенше жүгінеміз. Інім, патшалықпен елдесу ойың бар ма еді? Ағайтым асығыс кеттіңіз. Ляншан қопасындағы бауырластардың келешегін мен қалай белгілей аламын? Ляншанның елдікке қосылудай бір ғана жолы бар. Ағай, бұл жағын ойлап жетпеген бедіңіз. Айта салу оңай. Бекінісіміздегі батырлардың бәрінің өнері үстем. Айбаты айға шауып тұрса да, аса беделді адамдар емес. Егер бізді қазір елдікке шақыра қалса, кім бізді көзгіле қояр дейсіз? Оның үстіне ағай көз жұмғанша
елдесі үсін ойластырмады. Сонда сіз Тәңір Толағайдың өсиетін орындамақсыз ба? Леңшан қопасындағыларды азапқа салып, қарақшатандырып барып, тыныштаппақсыз ба? Астамшылық істеме. Тәңір Толағайдың аруақ алдында бұл сөзді қалай айтып отырсың? Леңшандағы қайсы бауырымыз Тәңір Толағайды құрметтемейді? Мен қалайша бас қойда болайын. Бірақ Тәңір Толағай көктіреген батыр болса да, Леңшандағы бауырластарымыздың болашағымен санаспады. Ал сіз халықтың мұң-мұқтажын ойласаңыз, аз уақыттық сезімге бой ұрмай, осындағы бауырластардың болашағын ойлауыңыз керек. Бүгін мені Шауқайдың аруағы атса да, Леңшандағы бауырластардың қамы үшін сізге насихат айтамын. Ақылшы, айта бермеңіз. Мен елдікке қосылғым келмейді емес. Ағайдың топырағы да жасырылған жоқ. Оның үстінде қазір бекінісімізде зор беделге ие адам жоқ. Сондықтан бұл ел десетін кез емес. Сіз расында мұндай ойға келсеңіз, менің де ойлағаным бар еді. Аға, Бейжіңнің Дамин ордасында Лу Жунъи дейтін байбатша бар. Естуіңіз бар ма еді? Асылзада Лу Жунъи ме? Дәл соның өзі. Бұл адам қар өнеріне жеттік. Сойыл шоқпарға келгенде де алдына жан салмайды. Ат үстінде найз ұстайды. Теңдессіз батыр. Оның үстіне асқан бай. Егістік жері де мол. Мен оны сан-санақсыз жауларды аластаған, шекараны қорғаған әйгілі қолбасы деп естіп едім. Қалайша қаруын тастап, егіншілікпен шұғылданып байбатша болған? Оның істерінен пақырыңыздың да аздап хабары бар. Бұл әңгімені неше жылдың алдындағы сұрапыл шайқастан бастап айтуға тура келеді. Ол жылы Ұлы Сұң патшалығының шекарасында бүлік туылады. Қарақшылар қосыны Шәнду, Шәнши өлкелерін басып алып, Хэнань, Хэбэй өлкесіне шабуыл жасайды. Шапқыншылардың зобалаңына ұшыраған аймақтар мен аудандар ордаға хат жолдап көмек сұрайды. Патша ордасының әскери қолбасы Туңгуан атойшы қолбасылыққа тағайындалып, Яу еліне қарсы жорыққа шығады. Ал Лу Жунъи Туңгуанның қол астындағы атойшы қолбасы екен. Ол атойлап алда жүріп, жасақты шеберлікпен басқарып, жауларын ойсырата жеңеді. Яу елінің әскерлері соғысқан сайын жеңіліп шегіледі. Лу Жунъи бірнеше күннің ішінде Бажу, Шыңжу, Жожу, Жижу аймағы қатарлы жерлерді қайтарып алады. Сонымен Яу елі әскерлерінің Лу Жунъидің атағынан зәресі ұшып, жанын қоярға жер таппайды. Сұң хандығының қосыны жеңіс жырын шырқайды. Яу елінің қалдық әскерлері шегінген бойы Тәнжу аймағының Үйтян ауданына шегінеді. Ол кезде Яу елінің қосынының аттары жарау қимылы тез еді. Қуса жететін, қашса құтылады. Лу Жунъи амал тауып ақылшысы Чжумен бірге шағын атты жасақтарын бастап, негізгі қосын болып көрініп, жауды алжастырып, жау қосынының ішіне кіру арқылы Яу елі қосынын қоршауға алғызу. Осы орайда Туңгуан сырттай қоршап, оларды қашалмастай етіп, ішпен сырт бірлесіп, жауды жою амалын ортаға қояды. Ал Туңгуан оның жақсы амал екенін біледі. Бірақ байбатшаның еңбегінің өзінен асып кетуінен алаңдап, Лу Жунъидің қан кешіп соғысқан еңбегін өзіне жазып алмақшы болады. Сәйжин уәзір мен Туңгуан қатарлы алаяқтар бір топтың адамдар еді. Олар Лу Жунъиді өздеріне қосып алғысы келсе де, ол алдауға көнбей, олардың тобына қосылмай келген еді. Сондықтан Туңгуан оған кек сақтап жүреді. Туңгуан оған қастық сайлау үшін оның амалын қабылдайды.
Лужини мен жуу жоспар боюнча істеп, жаудың қоршауында қалады. Жау көп, олар аз болғандықтан етігімен қан кешіп соғысады. Бірақ іші тар, арамза Тунгуан сырттан қоршап алғанымен қосының кешеуілдетіп шабуылға өтпей, Лужинидің майданда өлуін күтеді. Оның соғыса үміті үзіледі. Қан қамалсынып, Тунгуанды тоса ашудан өлер болады. Бақытқа жарай сарбаздар оны жансала қорғағандықтан жалғыз өзі қоршауды бұзып шығады.
Туңгуан Лужин үйді тірі қайтады деп ойламаған еді. Асыл заданы қосынға қайтысымен абақтыға жабады. Туңгуан Үйтен ауданын қайтарып алып, Леу еліне қарсы соғыс жеңісінің еңбегін өз иемденеді. Сонымен бірге патшаға Лужин әскери бұйрыққа бойсынбай, жеңістің орайын кешеуілдетті деп шағым айтады. Лужин нақақпын деп қанша зарлағанымен, оған айғақ болуға ешкімнің батылы бармайды да, Жуу екеуі абақтыға жабылады. Лужин кейін қайтыпты. Шамында арандатушылықтың бар екенін білсе де, Туңгуанның ықпалы күшті болғандықтан амалсыз қалады. Бейшара Лужин өлімнен құтылса да, жазадан қашып құтыла алмайды. Жуу екеуі ел үдіремен дүреленіп, ауылына қайтарылады. Патшалықтағы алаяқтар Лужин үйдің түбіне жеткен екенде. Бұйрық түскен кезде Лужин өзіне емес, нақақ қорланған майдандағы мыңнан астам сарбаздар үшін қатты қайғырады. Ол сарбаздарының отаны үшін құрбан болған атағын қалпына келтіру үшін арызданса да, Туңгуанның ықпалынан қорыққандықтан ешкім оған қол ұшын бермей, сонымен арызы Дамин ордасына қайтарылады. Лужин расында ел үшін еңіреген ер екен. Мен оны ерекше құрмет тұттым. Егер Ляншанға келіп атаман орнына отырса, мейлі патша ордасы, мейлі қарайған халық болсын, барлығы да Ляншан батырларына құрметпен қарайтын еді. Бекінісіміздегі бауырластарда мойынсал болады да, елдікке қосылу жұмысымыз сәтіне басар еді. Мұндай атағы жер жарған адамды тобымызға қосу оңай аспақсы емес. Десе де ол адамды қажет деп білсеңіз, амалы табылады. Тек ол ауыр жапа шегетін болады. Бірақ ол біздің бекінісімізге келетін болса, шын ниетімізді түсініп, сөзсіз адалдықпен қызмет етер еді. Ақылшының қандай амалы бар? Пақырыңыздың Дамин ордасына барып, асыл зада Лужинмен жолығу ойы бар. Ақылшаға, қайда бармақсыз? Мені етіп алуды ұмытып кетпеңіз. Солай емес пе, әділетшілаға? Ödüptü, sansız arız ödüptü. Bas koskanda arızlar, şarap benim saylaskan. Kemyestер керемет таусылмайтын жырдастан, қанжаластан достықты алтындайын ардақтар.